7-ші Б сынып оқушы Байзақ Әкімбек. Мен Жүсіпбек Аймауытовтың Қартқожа романын оқыдым. Қартқожа романы 20-ші ғасырдың басындағы қазақ халқының өмірін, әлеуметтік теңсіздікті, патшалық отаршылдықтың езгісін және алаш қозғалысы кезіндегі оқиғаларды бейнелейтін туынды. Басты кейіпкер Қартқожа, ол қазақтың қарапайым баласы болғанымен, оқуға, білімге құштар және әлдік жолында күресетін жан. Қартқожа кедей, момын, шаруаның баласы. Әкесі оған адалдық пен еңбекқорлықты үйреткен жан. Ол бала кезінен оқуға құштар, бірақ ауылдың ауыр тұрмысы білім алуына кедергі болады. Ел ішіндегі байлар мен кедейлердің арасындағы алшақтық айқын көрінеді. Жауыз болыстар қарапайым халықты қанаумен болады. Қартқожаның да отбасы осындай қиыншылыққа тап болады. Патша үкіметі 1916 жылы маусым жарлығы бойынша қазақ жастарын тыл жұмысына алуды бұйырды. Бұл әскерге алынғандардың қатарында Қартқожа да болды. Қартқожа ол патша үкіметінің әділетсіздігін көріп, қазақ халқының еркіндігі үшін күресуге бел буады. Ол қаншама қиындықтарға қарамастан мұғалімдік оқу орнына түседі. Ол қазақ халқының бостандығы үшін күресуге бел буады. Ол қазақ жастарына білімнің маңызды екенін түсінеді және жетістірген ала сияларының идеяларымен танысады. Ол қазақ халқының бостандығы үшін күресуге белсенді араласады. Романның соңында Қартқожа қарапайым ауыл баласынан оқыған және әділдік жолында күресетін жанға айналады. Бұл шығарма қазақ жастарын білімнің маңыздылығын және әділдік жолында күресуге қорықпай жүруді үйретеді. Мен 7-ші Б сынып оқушысы Оразғали Қолғанат. Мен Нұрдәулет Ақыштың Нағыз Әже қайда дейтін кітабымен таныстым. Бұл кітаптың ішінде ең маған ұнаған әңгімесі табылып жоғалған. Бұл әңгімеде бір ауылда бір қыз және де оның мамасы және де бір үй іші болатын. Оның үйінде көптеген қонақтар болатын және де сол уақытта мектептен бір қыздың сіңлісі келетін. Оның есімі Жания. Ол мектептен қайтқанын ешкім үйінен көрмейді. Тіпті үйінің ішінде іздемейді. Сөйтіп олар апасын мектепке жібереді. Сол уақытта апасы сіңлісін табалмай келеді. Сонда оны барлық қонақтар болып, мамасы, апасы және де бүкіл қонақтар іздейді. Оны ешкім табалмайды. Сонда жаңағы мамасы үстел басында отырған қонақтарға тамақ шайларын беріп, енді жайғастыру үшін бөлмесіне барып, басына орамал тағып, көйлегін киюге бара жатқанда шеткі сандықтың түбінен жаңағы іздеп жүрген Жанияны табады. Сонда ол қатты қорыққаннан сен мұнда не істеп жүрсің дейді. Және де Жанияның папасын және де Жанияның ағасын шақыртады. Сол уақытта барлығы қонақтар да барлығы сол бөлмеге кіріп Жанияның халын сұрайды. Неге сен үндемейсің? Неге осы жақта отырдың? Неше сағаттан бері отырсың? Қашан келдің деп көптеген сұрақтарды жаудырта бастайды. Сол уақытта Жания үнсіздіктен мен мана мектептен келгенмін деп басқа да жауап қайтара бастайды. Сол кезде оған барлығының жүрегі тынышталып, мамасының және де ағаларының жүрегі тынышталып, барлығы жақсы болып дастархан басында қонақтармен бірге шай тамақ ішеді. Мен осы кітапты оқуға кеңес беремін. Сынып оқушысы Берік Нұрсыма. Бүгін мен Міржақып Дулатұлының шығармаларының бірі «Шалдың үш баласы» деген әңгімені айтқым келіп тұр. Ертеде бір шал болыпты, оның үш баласы бар екен. Бір күні шал балаларын шақырып айтыпты: «Қорамда сан жетпейтін малым бар, сандығымда сан жетпейтін алтыным бар. Мен өлгенде сендер мені қалай қылып жерлейсіңдер» депті. Ең бірінші үлкен баласы айтыпты: «Мен сен өлген кезде ақ орап, ақ жуып, қораңдағы 100 жылқыңды басыңа шығарып, 1000 қойыңды басыңа шығарам депті. Шақырмаған ел қалдырмай шақырам депті». Енді соған кейін екінші баласы айтыпты: «Мен сен өлгеннен кейін қадірлеп, басыңа мына малдың барлығын шығарып, атағыңды жер шығартам депті». Шал үшінші баласына қарап: «Сен мен өлгенде не істейсің, қалай қылып жерлейсің» депті. Үшінші баласы айтыпты: «Мен сенің өлуің біледі, менің көмуім біледі» депті. Содан кейін барып көп жылдан кейін елде мықты ашаршылық келіп, шалдың екі баласы өліп, шалдың өзі де ауырып өліп, соңында кішкентай баласы тек қана топыраққа көмуден басқа шамасы келіпті.
беретін мектептің 7 Б сынып оқушы Орынтөлеева Жанеркемін. Мен Нығмет Ғабдуллиннің «Алғашқы сапар» деген кітабын оқыдым. Нығмет Ғабдуллин өте көп кітаптар жазған. Ол жазушы, композитор және де әдебиет ағартушы, зерттеуші, жазушы. Оның көптеген кітаптары бар. Менің достарым және де достарымның әңгімесі деген көп шығармалары бар. Мен оның ішінде екі дос деген